Менің есімім Сәлімгүл, жасым 56-да. Менің диагнозым гранулематоз вегенера. Міне 11 жылдан бері сол ауруменен ауырып келе жатырмын. Бұл ауру схожий жаңағы системный ауру. Живые клетки сожирают иммунитет против меня, да? Против живых клеток идет. Гранулематоз вегенера, да, диагнозым тағы да айтам. Қай жерлеріңіз ауырды сонда? Суставтарыма берілді. Онан кейін бұл клетка, грануле әр клеткаға түседі, постепенно соны поражает. Иммунитетті вообще көтеруге болмайды. Мен мына активный коралловый кальцийға тип қашып ішіп жүрдім. Соның өзінде маған результат болғаннан кейін мен осы өнімге келдім. Бұл өнімге келгеннен кейін менің бұл клеточный адамға клеточный действует дейді. Сол себептен менің иммунитетімді көтергеннің өзінде де маған иммунитетім қарсы шығып отқан жоқ. Менің жағдайым қазір жақсы. Сонда сізде бірінші ол мұрыннан басталды, иә? Мұрыннан басталды. Иә? Мұрыннан басталды, не көрдіңіз бе? Мұрын міне жердің нормальды мұрын болған. Иә? Қазір менің мұрным түсіп кетті, осы хрящті грануле жеп қойды ғой, не жеп қойды. Онан кейін мен мұрнымның бәрі мынандай жара болды, ішінің бәрі демала алмаймын, ауызбен демалдым, иә? Сонда мына ауызбен демалған ноябрь айы болатын ғой. Мына легкийіме кетті, поражение. Одан мен жөтелем, демала алмаймын, мына деп ауызбен демалып жүрдім. Сонда мына легкийге түсті ол поражение. Одан кейін мына құлаққа қарай, құлағым менің жұмыс істемей қалды. Мына жерде сосудтар бар ғой, сосудтың бәрі, мына жердің бәрі воспаленный болды. Мына құлағымда қазір мен аппаратымды шешкен уақытта басымда деген шум мына вообще невозможно болатын. Енді қазір мен құлағымда аппаратты алам, ондай шум азайды, вообще почти что жоқ деуге де болады. Осы мынаның арқасында деп ойлаймын де. Енді мынаны вообще үзбей ішемін ғой мен енді қазір. Настольный мынау менің таблеткам болды ғой. Иә, енді биологически активный добавки деген сол тамаққа қосымша ғой, енді активный. Иә. Онан кейін давлениенің таблеткасын ішемін. Енді мына гормональный таблетка ішемін қазір. Оны үзбей ішіп жатырмын. Бірақ енді соның несін, действиесін усиливать етеді ғой мынау енді.